Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін, тура ресторандағыдай болып шығатын цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге чеснок, оливки, майонез, тауықтың төс еті, бөдене жұмыртқасы, қызанақ және сыр керек болады. Тауықтың төс етін мен алдын ала пісіріп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Духовкада бірінші маринадтап қоясыздар төс етті. Чеснок, майонез, қара бұрыш қосып, аджика қосып, маринадтап қойып пісірсаңыздар, осылай қып-қызыл әдемі болып шығады. Тауықтың етін жұқалап турап аламыз. Қызанағымызды, бөдене жұмыртқасын және осылай пекинка немесе лис салата, айсберг қолдансаңыздар болады. Салат жапырақтарына барлығын қосып араластырамыз. Чеснокты, майонезді, оливки, қара бұрыш қосып, соус жасаймыз. Тұз қалауыңызша. Дәміне қарай қосып көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соусымызды араластырып, жақсылап кішкене сіңгенше 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, мінекей салатымыз дайын. Тәрелкемізге салып әсемдеуімізге болады. Сухарикті, бөдене жұмыртқасын қойып, бетіне түркідан өткізіп алған сырымызды себеміз. Мінекей салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.